келесі бізде ДЖТ английский именно 119 балл Алматы облысы Қаскелеңнен екен, және де ода ауыл квотасы бар. Басқа квота жоқ, қызыл аттестат квотаға жатпайды, иә. Тек ауыл квотасымен, тек Алматыны жаздық. Посмотрим, грантқа түсті ме екен. Грантқа қай 4 таңдауының біріне түскенін мен соңында айтатын боламын. Так, біріншіге біз бұл қызға жаздық, СДУ-ға халықаралық қатынастар. Негізі бұл қыз өте қатты қалады СДУ-ға, шет тілі педагогикаға. Бірақ білесіздер, 119 балл СДУ-ға жетпейді шет тілі педагогика бойынша. Сондықтан біріншіге халықаралық қатынастарды жаздық. Екіншіге, сосын СДУ-дан кейін Алматыда самый топовый мықты оқытатын университет Абылайхан атындағы халықаралық қатынастар университеті екенін білесіздер, ИНИАЗ Алматыдағы. Вот екіншіге соны жаздық. Үшіншіге де переводское дело бойынша, аударма ісі бойынша ИНИАЗға жаздық. Бұл жерде аударма ісін біз специально белгілі бір жоспармен жаздық. Және де осы Абылайхан ИНИАЗ университетінде ағылшын тілінен басқа тілдер бойынша да выбор өте көп. Одан кейін төртіншіге шет тіл педагогиканы жаздық, қайта абайға жаздық. Ал енді бұл оқушымыз қай таңдауына түсті десеңіз, бұл оқушымыз бізде екінші таңдауына ИНИАЗға шет тіл педагогикаға түскен болатын. СДУ-ға балы жетпеді, бірақ қазіргі таңда Абылайханда 119 балмен грантта оқып жатыр. Бұл жерде сұрақ, СДУ-ға ауыса алады ма? Иә, СДУ-ға ауыса алады. Бар, ол бойынша басқа видеода бөлісетін боламын. Ал енді осы 4 таңдауға байланысты қиналып жүрген болсаңыз, мен сізге арнайы тегін сабақ дайындап қойдым. Оны алу үшін просто астына бір сан қалдырыңыз, мен сізге жіберетін боламын.